Баршаңызға жалынды сәлем достар. Сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2022 жылға Наемник атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Джеймс атты жігіт әскери спецназда көптеген жылдар қызмет етіп келеді. Өкінішке орай Ауғанстанда болған шайқаста аяғынан ауыр жарақат алған болатын. Джеймс қайта қатарға тұру үшін барынша талпынуда, бірақ та тексеріс жігіттің ДНК-сынан емдеу процесін тездететін зат тапқан екен. Енді бастықтары оны пенсиядан, медициналық страховкадан айырып, жұмыстан босатуды шешті. Спецназ бұл шешімге қарсы болса да, бұйрыққа бағынудан басқа амал жоқ. Үйіне келген Джеймс бәрін әйеліне айтып береді. Енді оның бар ойыма бала-шағамды қалай асыраймын. Жігіттің жинаған ақшасы да аз болып шықты. Осыған қарамастан әйелі оны қолдап отыр. Арада бірнеше күн өткен соң, Джеймс серіктесінің суицид жасағанын естиді. Өйткені ол да жұмыстан босатылған болатын. Енді әйелі бұдан кейін Джеймста өзіне қол жұмсайма деп алаңдап тұр. Ертеңінде жерлеу кезінде Джеймсқа өзінің бұрынғы бастығы Майк келеді. Оны да бұрындары жұмыстан қуып, пенсиядан айырған еді. Екеуі жақын араласқан соң, Джеймс оны үйге қонаққа шақырады. Осылай кешкі асты олар қызықты өткізуде. Майктың айтуынша ол қазір қымбат компанияда істеп жүр екен және айлығы да жаман емес. Бұны естіген Джеймс ақшасы аз болғандықтан сол компанияға кіруді шешті. Келесі күні олар Ник атты компанияның бастығымен жолығады. Оның айтуынша, компания тек үкіметтің берген миссиясын орындайды екен. Сондықтан заң жағынан алаңдамауға да болады. Бірақ ескере кететіні, миссия неғұрлым қауіпті болса, соншалықты көп ақша төленеді. Әбден қарызға кірген Джеймсте келісуден басқа шара жоқ. Никтан отбасын асырау үшін бірінші $50,000 алған Джеймс енді миссияға дайындалуда. Үйіне келгенде жігіт әйеліне жаңа жұмыс тапқанын айтады және бір айға басқа елге кетуге мәжбүр. Әйелі оның кетпеуін өтінсе де, Джеймс кішкентайынан әскери тәртіппен өскен соң басқа вариант көріп тұрған жоқ. Келесі күні спецназ Берлинге ұшып келіп, Майк төлеп қойған қонақ үйге тоқтайды. Бір кезде оған Ник жіберген Катя атты әйел келіп, бәрін түсіндіреді. Миссия бойынша жігіт заңсыз ұйымдарға биологиялық қару жасайтын ғалымды аңдуы керек. Джеймс бір апта бойы ғалымды аңдап, ол жайлы барлық ақпаратқа қол жеткізеді. Көп ұзамай базаға келгенде оны Майк, Катя және Бобби күтіп отыр екен. Майктың айтуынша ғалым адамзатқа өте қауіпті биологиялық қаруды террористерге бермекші. Сондықтан олар ғалымды өлтіріп, лабораториядан оның барлық зерттеулерін көшіріп алулары керек. Осылай қару-жарақпен толық қамтылған спецназдар миссияға аттанады. Күзетшілерді жойған соң, Джеймс тұтқындағы ғалымды өлтірмекші, ал қалғандары барлық зертханаларды көшіріп алуда. Ғалымның айтуынша, ол жасаған зат миллиондаған адамдарды құтқарады екен. Сондықтан Джеймсқа банктағы сейфта барлық зертхананың көшірмесі бар десе де, Джеймс оған сеніңкіремей, ақыры өлтірген болатын. Осыдан кейін олар ғимаратты өртеп, енді қашайын десе, полицияда келіп үлгеріпті. Енді спецназдар олармен де алысуда. Бұл шайқаста Бобби мен Катя көз жұмады, ал Майк ауыр жарақат алған еді. Сонда Джеймс оны арқалап, екеуі туннельдің ішіне жасырынады. Майк ауыр халде болғандықтан Джеймстің кетуін өтінуде. Бірақ та жігіт оны соғыста талай құтқарған болатын. Сондықтан бұл жолы да құтқаруды шешіп, оған кішкене қан қояды. Біраздан соң есін жиған Майк Джеймсті оятып, енді жолға аттанайын десе, Джеймс бұрынғы жараның кесірінен жүре алмай қалыпты. Сонда жігіт оған кетуді ұсынады, ал өзі біраз күш жинаған соң, оны артынан қуып жетпекші екен. Миссияны сәтті орындау үшін Майкта кетуден басқа амал жоқ. Осылай екеуі 48 сағаттан кейін әлгі қонақ үйде жолығамыз деп келіскен болатын. Көп ұзамай Джеймс туннельден шығып қонақ үйге келеді. Номерде тек паспорт, кредитка және керек дәрі-дәрмектер тұр. Ал Майк 6 сағаттан соң келеді екен. Досын ұзақ уақыт күткен Джеймс олардан күмәндана бастады. Сондықтан жолда Никтан Майк жайлы сұраған еді. Оның айтуынша миссия сәтсіз аяқталыпты, ал Майк сол қалпы базаға келмеген. Осыған қарағанда ол да қайтыс болса керек.
Енді Ник Джеймсті қайтарып алу үшін оның мекен жайын сұрайды. Бірақ та Никтің наемниктерін көрген Джеймсте біртүрлі сезім пайда болып, ақырын кетуді шешті. Бұны байқаған наемниктер оған оқ жаудыруда. Ұзақ қашқан Джеймс канализацияда жасырынса да, екі наемник оны соңына дейін қуып өлтірмекші болады. Бірақ та Джеймс олардан мықтырақ екен. Осыдан кейін жігіт наемниктің телефоны арқылы бастығына Джеймс өлді деген хабарлама жіберіп жолға аттанады. Бір кезде ғалымның зертханалар жайлы сөздері есіне түсіп, келесі күні оның отбасына келеді. Ғалымның әйелінен көшірмені талап етсе де, әйелдің беретін түрі жоқ. Сонда жігіт оның баласына зиян келтірмекші болғанда, әйел амалсыз келіседі. Осылай ақпаратқа қол жеткізген Джеймс енді бәрін түсінді. Сөйтсе, ғалымның айтқан сөздері шынайы екен. Ол көптеген жылдар бойы адамзатты қоршаған вирусқа қарсы вакцина дайындап, дәріні адамдарға тегін таратпақшы болған еді. Бірақ та біреулер бұл вакцинадан ақша жасау үшін одан рецепті алмақшы болып, осылай спецназдарды жіберген болатын. Біраз уақыттан соң Америкаға келген Джеймс бірінші кезекте Майктың әйеліне күйеуі жайлы ауыр хабар жеткізбекші. Бірақ та үйде қайтыс болған Майктың өзі де жүр екен. Бұны көрген Джеймс оның сатқын екенін түсінді. Келесі күні жігіт Майктың артынан аңдып жүргенде, Майк бәрін түсініп жігітті күтіп алады. Бірақ та Джеймсті көргенде не дерін білмей қалды. Джеймс оны осымен үшінші рет құтқарса да, сатқындығы үшін қатты ашулануда. Сөйтсе Ник Майкке де Джеймс өлді деп айтқан болып шықты. Сондықтан ол қонақ үйге бармастан Америкаға жалғыз аттанған екен. Джеймс сонда да ашулы. Өйткені Майк ғалымның вакцинасы жайлы шындықты білген болатын. Бірақ та Майк бұл ұсынысқа отбасы үшін келіскен еді. Оның айтуынша Ник Джеймстің отбасына $4 миллион жіберіпті. Енді Джеймсқа біраз уақыт үйге бармаған жөн. Әйтпесе олар жігіттің тірі екенін біліп қойса, отбасына қауіп төнуі мүмкін. Сонда Джеймс бала-шағасымен жолығу үшін Никті өлтіруді шешті. Ал өзін кінәлі сезінген Майк оған көмектесетін болды. Сол түні Майк күтпеген жерден Никтің адамдарына шабуылдайды. Ал Джеймс болса үйді айналып жүр. Бір кезде Майк пен Ник бір-бірімен атысып, екеуі де жарақат алған болатын. Осы кезде Джеймс үйдегі наемниктермен айналысуда. Енді Ник Майкты өлтірмекші болғанда, Джеймс бөлмеге кіріп, оны атып түсіреді. Осыдан кейін жігіт Майкты құтқару үшін емханаға бара жатса, ауыр жарақаттан досы шыдамай қайтыс болды. Келесі күні Джеймс айғақтарды жою үшін досын көлікпен бірге өртеп жібереді. Осылай спецназ тыныш отбасына қайта оралған болатын. Осымен біздің наемник атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.